Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Шу ауданы Құмангелді атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Айнагулова Бағдат Маратқызы. Еңбек өтілім 16 жыл. Біліктілік санатым педагог сарапшы. Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз университетінің және әлем тілдері кафедрасының ұйымдастыруымен өткізіліп жатқан цифрлық білім беру кеңістігіндегі смарт технологиялар және педагогикалық тәжірибе атты форумына өзімнің жасаған жұмысымды ұсынамын. Менің педагогикалық идеям байқауына қатысудағы мақсатым цифрлық білім беру кеңістігіндегі инновациялық білімді қолдана отырып, смарт технологиялар мен жасанды интеллектті тиімді пайдалану арқылы білім беру сапасын арттыру, оқушылардың заманауи құзыреттіліктерін дамытуға ықпал ету. Осы мақсатымды орындау барысында мен қазақ тілі мен әдебиеті сабағында жаңа смарт технологияларды тиімді пайдаланып келемін. Сабақ барысында цифрлық платформаларды, интерактивті тапсырмалар мен онлайн бағалау құралдарын жүйелі қолдану оқушылардың қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың өздігінен білім алуға деген талпынысын күшейтеді. Сонымен қатар, жасанды интеллекттің түрлі мүмкіндіктерін пайдалану арқылы оқушылардың жазба жұмыстарын талдау, мәтін құрастыру, сөйлеу дағдыларын дамыту, орфография және орфоэпия бойынша жеке-жеке кері байланыс беру мүмкіндігі туындайды. Мен өз тәжірибемде WordWall, Umaigra, EducaPlay, Qzys, Flippity, Kahoot, BilimLand сияқты платформаларды жиі қолданамын. Бұл құралдар оқушылардың функционалдық сауаттылығын, шығармашылық қабілетін және цифрлық дағдыларын дамытуға зор ықпал етеді. Әсіресе WordWall, Umaigra және EducaPlay платформаларының тиімділігі ерекше. WordWall арқылы түрлі форматтағы ойын элементтері бар тапсырмалар құрастырып, оқушылардың жарысу, жылдам ойлау және дұрыс жауапты таңдау дағдыларын дамытамын. Umaigra платформасы оқушылардың логикалық ойлауын, сөйлем құрылымын түсінуін және тілдік нормаларды меңгеруін арттыруға бағытталған мазмұнды тапсырмалар құрастыруға мүмкіндік береді. Ал EducaPlay ресурсы арқылы интерактивті викториналар сәйкестендіру, сөз жұмбақ, диалог құрастыру сияқты қызықты жаттығулар дайындап, оқушылардың пәнге деген мотивациясын арттырып, білімді бекіту процесін оңтайландырамын. Әсіресе қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында оқушыларға бейне жазба арқылы түсіндіру, интерактивті карталармен жұмыс, аудио мәтіндерді талдау, виртуалды тапсырмаларды орындау, білім сапасын арттырудың тиімді жолы екенін көрсетті. Осы платформалар арқылы құрылған әр сабақ оқушыларға тек ақпарат беріп қана қоймай, олардың пәнге деген қызығушылығын оятып, практикалық дағдыларын нығайтады. Жасанды интеллектті қолданып, оқушылардың шығармашылық жұмыстарын дамыту да менің басты бағытымның бірі. Мысалы, эссе, өлең, әңгіме құрастыру, мәтінді редакциялау сияқты тапсырмаларда жүйдің көмегімен оқушылар өз ойларын нақты, сауатты жеткізуге үйренеді. Педагог ретінде негізгі міндетім оқушының жан-жақты дамуына жағдай жасау. Сондықтан цифрлық білім беру кеңістігіндегі мүмкіндіктерді толық пайдалана отырып, олардың сыни ойлауын, ақпаратты талдау және қолдану қабілетін, коммуникативтік дағдыларын жетілдіруге бағытталған жұмыстар жүргізіп жүрмін. Алдағы уақытта да өз кәсіби дамуымды жалғастырып, білім беру үдерісіне жаңа технологияларды енгізу арқылы сапалы нәтижеге қол жеткізуді мақсат етемін. Қорытындылай келе, цифрлық білім беру құралдарын, смарт технологияларды және жасанды интеллектті жүйелі пайдалану заманауи мұғалімнің басты міндеті ғана емес, білім сапасын арттырудың тиімді жолы. WordWall, Umaigra, EducaPlay сияқты интерактивті платформаларды сабақ үдерісіне кіріктіру, оқушылардың білімге қызығушылығын арттырып, олардың шығармашылық сыни ойлау және цифрлық құзыреттіліктерін дамытуға зор мүмкіндік береді. Мен үшін педагогикалық идея үздіксіз ізденіс пен жаңашылдыққа негізделген кәсіби бағыт. Осы идеяны жүзеге асыру арқылы әрбір оқушының қабілетін ашып, білім алуға деген ынтасын күшейтіп, олардың болашақ өміріне қажетті дағдыларды қалыптастыруды мақсат етемін. Оқушы ретінде мен үшін мұғалімнің сабағы ерекше бағалы.
себебі ол бізге тек білім беріп қана қоймай, заманауи технологиялар арқылы өз бетімізбен ізденіп, шығармашылықпен жұмыс жасауға жол ашады.